Сәлем достар, бүгін медовый тортымыздың дәмді жасалу жолын көрсетемін. 100 грамм сливочный майымызды, 100 грамм балымызды салып, жақсылап араластырамыз. Толықтай еріп қайнағанша араластырамыз. Осылай бұрқырап қайнаған кезінде 2 шай қасық толтырмай содамыздан саламыз. Ыдыстарыңыз кеңірек болу керек, өйткені бұрқырап қайнайды. Жақсылап біркелкі етіп, қоңырқай реңге енгенше араластырып тұрамыз. Бұлай қайнатқаннан кейін соданың дәмі де, соданың иісі де шықпайды. Қоңыр рең берілгеннен кейін оттан алып суытуға жібереміз. Ол су емдегенше 2 жұмыртқамызды жарып, 200 грамм шекеріміз салып, шекеріміз ерігенше жақсылап миксерлеп аламыз. Дайын болған массаларымызды екеуін бір-біріне біріктіріп араластырамыз. Мен сіздерге түсінікті болу үшін жеке-жеке ыдыстарға салып көрсеттім. Негіз миксермен жасасаңыздар да болады. Жақсылап араластырып аламыз да 400 грамм ұнымызға осы дайын болған сұйық массамызды құйып, жұмсақ, жабыспақ қамыр илейміз. Иленген қамырымызды мұздатқышқа 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Ол кезде мұздағаннан кейін қамырмен жұмыс жасау өте жеңіл болады. Осындай қатып мұздағаннан кейін ұнымызбен 6 бөлікке бөліп алатын боламыз оның көмегімен. Жеке-жеке ұнымызға аударып, тестамызды жаюға дайындаймыз. Жақсылап біркелкі етіп жаямыз. Жиырма екілік формамызбен өлшеп аламыз. Бірден кеспейсіздер, піскеннен кейін толық, піскеннен кейін кесесіздер, өйткені теста седі. Слай тесіп барасын 200 градуста қызып тұрған пешімізге 2-3 минут аралығында сарғайғанша пісіріп аламыз. Осындай рең беру керек, сол кезде пісті деген сөз. Тестамыз толық суығанша, осындай 6 теста пісіріп аласыздар, толық суығанша кремімізді дайындаймыз. Мына жерде 180-200 грамм сливочный майымыз бен 360 грамм
сгущенкамызды жақсылап біріктіріп араластырып алып, миксердің көмегімен жасасаңыздар да болады. Мен түсінікті болу үшін жеке көрсеттім. Араластырып, екеуін бір-бірімен біріктіріп, толық араласқанша миксерлейтін боламыз. Креміміз дайын. Енді корждарымыздың шетін кесіп, 22-лік формамызбен жақсылап біркелкі етіп бәрін бірдей қылып кесіп аламыз. Жанынан шыққан кесілген корждарымызды оқтаудың көмегімен осындай қылып ұнтақтап аламыз. Жақсылап ұнтақтап алып, ыдысымызға саламыз. Дайын осы 6 коржымызды креммен біріктіретін боламыз. Сыртына қалпымызды кигізіп, 3-3,5 қалақтан кремімізді сала отырып, тортымызды біріктіріп дайындаймыз. Арасына кремі біркелкі болып жағылу керек. Барлық кремдерімізді жағып, дайын болған тортымызды мұздатқышқа 2-3 сағатқа жібереміз.
Ұстаған тортымыздың жанын пышақтың көмегімен қалпымызды шешетін боламыз. Кремдерін тегістеп, жаңа дайындаған ұнтағымызды жанына біркелкетіп, тегістеп, осылай қылып барлығын біркелкетіп, тегістеп салып шығасыздар. Жандарына, үстіне тегістей жету керек. Осымен тортымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.